Oh, dear student, how are you today? Open your book, page 81, writing an email. There is an email, Arthur's email, and under the email there is some exercises. I have translated this email. It's not so long email, so it's short email. I have translated. Сәлем құрметті оқушы. Бірінші тапсырмада бұл Артурдың емейлі, хаты, жазған хаты. Осы хатты аударып қойдым. Скриншотқа түсіріп алыңдар хатты. Жақсылап оқып түсініп алыңдар. Бұл хат өте сондай қызықты хат. Хат жазу тәртібін үйретеді. Бұл бүгінгі сабақта қалай хат жазуға болады, кіріспе, қорытынды дегендерді. Екінші тапсырмада осы өз суреті бойынша орналастыр дейді. Read ретімен opening the email, бірінші хаттың басы, opening дегеніміз. Open деген ашу ғой, негізінде хатты ашады, компьютердан немесе телефоннан ашады, одан кейін кіріспесі болады, оны амандасу деген секілді. Одан description of his town, өзінің қаласын суреттейді, қандай ерекше қала екендігін, ерекшелігін айтады. Activities he does at different times of the year, жыл бойында қайда барады, қандай нәрселермен шұғылданады, соны жазады. Төртінші сұрақ қояды досына. Бесінші аяқтайды, хатын аяқтайды арнайы сөздермен, сұрақтармен. Осы аяқтау, closing the email. Useful language дегеніміз пайдалы ақпараттар. Opening the email, бірінші хаттың басында кіріспеге қандай сөздер жазуға болады. Thanks for your email, хатына рахмет деп бастасам болады. Немесе отбасын және өзің қалайсың деген сөзбен бастасам болады. Сенен хат алу өте сонда қуаныштымын деп бастасам болады. Ал хатты аяқтаған кезде осы сөздерді жазсам болады. Қайтадан жаз маған, ізгі тілекпен, жаңалықтарына рахмет, өзінің жаңалықтарын туралы айт, маған қайтадан жаз, тағы да сен туралы ақпарат естимін деп ойлаймын, үміттенемін жақын арада деп осындай сөздермен аяқтасам болады деп көрсетіп тұр. Бұл үшінші тапсырмаға жатады. Төртінші тапсырма бізде жоспар жаз дейді. Өзің емейлді хатты қалай жазасын. Бірінші кіріспе, одан кейін қаланды, ерекше жерін, қаланың ерекше жерін суреттеу, одан кейін қандай нәрселермен шұғылданасын. Немесе қалада қай жерге баруға болады, сонда қызықты жерлерінде суреттеуіне болады, жазуына болады. Төртінші қорытындылауына болады деп жазылып. Қорытындылаймыз, аяқтаймыз хатымызды. Бесінші тапсырмада бізде write деп тұр, хат жаз дейді. Енді бағанадан бері бізге хатты қалай жазу керектігін айтып шықты. Енді бесінші тапсырмада осының барлығын қолданып, өзің хат жаз дейді досына. Мен жазып қойдым. Міне жәнегілердің барлығын қолдандым. How is your family? Отбасың қалай? Сенен хат алғаныма өте қуанышты болдым мен. Мен кішкентай қалада тұрамын, оның аты деп көп нүктенің орнына өзінің қаланды қоюға болады. Алматы, Семей, Астана, Шымкент, Қарағанды, Талдықорған деген секілді. Small дегеніміз кішкентай, егер үлкен қалада тұратын болсан, онда big деп жазамыз. Бұл қандай ерекше енді, сол қаланың ерекше жерін суреттейсің. Мен өзімнің тауымды суреттедім, Тарбағатай тауы бар. Мұндаған километрмен жалғасып жатыр, Қытайдан аяқталады деген секілді. Бұнда жазда, енді тауға тоқталдым. Жазда тауға фермерлер тауға барады, сол жақта малдарын жайып қалады, бірнеше ай бойы. Онда сол секілді жабайы жануарлар да бар, аюлар, қасқырлар, түлкілер, бұғылар бар. Баруға болатын жерлер, концерт, футболға баруға болады, велосипед тебуге болады, аттың үстіне отырып шабуға болады. Тағы да біздің тау қаланың жан жағынан көрініп тұрады. Ол қыста да әдемі, жазда да әдемі. Сен менің қалама келгің келе ме? Сен тауға өрмелеп шыққан ұнай ма деген сұрақтар қойдым сонда. Қайтадан маған хат жаз, ізгі тілекпен деп астына көп нүктенің орнына өзінің атыңды жазып қоясың. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау бол.